Тарбағатай ауданы Ақсуат жерінде 3 күнге созылған дүбірлі той. Тұғыры биік Тарбағатай атты мәдени спорттық форумның ашылуына облыс әкімі Даниал Ахметов өзі келді. Әкім Ырғызбай бабаның кешенінің абаттандырылуына жоғары баға берді. Бадылхан Қамалханұлы ағамыз идея тастап, ақыл қосып, өзімізге көшбасшы болып, осы бұл әрбір шараның бәрін басын қосып, биыл Тұғыры биік Тарбағатай атты өнер және спорт фестивалін ұйымдастырып отырмыз. Орталық стадионда мыңдаған адам жиналып, 30 мемлекеттен келген 90 балуанның күресін тамашалады. Аталмыш турнир 7-ші рет өткізіліп отыр. 2019 жылы Кореяның Чунджу қаласында өтетін дүниежүзілік ойындарының бағдарламасына. Ол дүниежүзілік ойындар деген бұл әлемде 4 жылда бір өтетін үлкен кешенді ойын, кешенді бағдарлама. Олимпиада қалай өтеді, тура сондай биік деңгейде. Саржақ төресінен осы Ырғызбай Досқанұлы атындағы әлемдік гран-при бәсекесі сол дүниежүзілік ойындар бағдарламасының лицензиялық турнир болып есептеледі. Күні бойы спортшылар үлкен сынға түсіп, өз елдерінің намысын жоғары шеберлікпен қорғап шықты. Барлық балуандарға сәттілік тілеймін және ең мықтылары жеңімпаз атансын. Үлкен тартыста халықаралық гран-приді Айбек Нұғымаров иеленді. Елдің намысы деп шыққан болатын, бүгінде мына жерде де бүгін халық өз жұртым айғайлап дем беріп тұр, иншалла екінші халық дем беріп тұрған кезде рухтандырды расында. Тарбағатай тойы кешінде Ақсуат халқы мен қонақтарының деребесін қоздырған ұлы дала батырлары атты әлемдік жекпе-жек басталды. Әлемдік додаға белдесуге келген Украина елінің боксшысы. Былғары қолғап бәсекесіне әлемдік рингте бағын сынап жүрген Украина және Молдова елдерінен күрзі жұдырықты жігіттер қатысты. Біздің қазақ промоушнның басшылары бар, бүкіл команда кеп, осы жарысты ұйымдастырып отыр. Енді осы ауылдан бұйырса, бізден де мықты жігіттер шығады деп ойлаймыз, және тілектеспіз. 91 килограммда Элдар Қамшыбектер қарсыластарынан басын түсті. Жалын жауып, ауа райы да бұзылып кетті, соған қарамай халықтың қолдауымен осы керемет өтті жарысымыз. Алла жеңісті насіп етті, Аллаға шүкір деймін. Құлағым түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың. Ақсуаттың тойында бұрын-соңды Қазақстанда болмаған 140 шақырымдық ұлы дала қазанаты атты бәйге өтіп жатыр. Ұлы дала қазанаты халықаралық бәйгесіне 100-ден аса жүйрік қатысты. Қазанат қазақтың қазынасы, ердің қанаты. Бірінші болып Тарбағатай ауданының Құзкүрең атты сәйгүлігі 140 шақырымда артқа тастап темір тұлпарға ие болды. Жүйрікті жылқылар бәйгесі өз мәресіне жетіп, той туған жерге туыңды тік атты ақындар айтысымен жалғасын тапты. Халықаралық жыр додасы осымен 4-ші рет өткізіліп отыр. Айтысқа Сырым Әуесхан, Мұхтар Ниязов, Рүстем Қайыртайұлы, Жансая Мосина сынды кіл мықтылар қатысып бақ сынады. Биыл Ақсуатқа алғаш рет айтысқа келіп тұрмын. Бірақ осы айтыстың дүбірін баяғыдан естиміз, білеміз. Бүгін міне осы жаңа өзімнің айтысында жырымда айтқандай, көзімді ашқалы дәл мұндай думан көрмепем дегендей, осындай үлкен додаға келіп, биыл міне өзіміздің көзімізбен көріп, халықтың ортасында болып, жырымызбен сусындатқанымызға өте бақытты сезінеміз. Тойларыңыз құтты болсын. Айтыс қорытындысында Ерлан Аманқожаұлы бас жүлдені жеңіп алды. Жыл сайын табысталатын арнайы стипендия биыл Аспанбек Шұғатаевқа берілді. Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған фестиваль жоғары дәрежеде өтті.